Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мәжітаева Айгүл Сырлыбаевна, 6 сынып қазақ әдебиеті. Тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым бөлімінің Ерлан Жүніс менің атым тәуелсіздік тақырыбының 3 сабағы лирикалық образ. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Бағалау критерийлері: шығарманы түсініп оқу, шығарманың идеясын анықтау, шығарманың идеясы арқылы әлеуметтік қоғамдық мәселені түсіндіру. Үй тапсырмасына шолу жасайық. Иә, жоқ әдісі арқылы өткен тақырыпты қайталау. 1. Ерлан Жүніс 1984 жылы 7 қарашада туылған. 2. Ақын Алматы облысы Жамбыл ауданында туылған. 3. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, Ерлан Жүністің өлеңі. 4. Ерлан Жүніс 2001 жылы Республикалық Абай оқулары байқауында бас жүлдені жеңіп алды. 5. Ақын Тараз мемлекеттік университетін бітірген. 6. Ерлан Жүніс атақты жазушы. 7. Менің атым тәуелсіздік, Ерлан Жүністің өлеңі. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжайық. Мына берілген сөздерден бүгінгі тақырыбымызды болжап көріңдер. Табиғат, туған жер, Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев, Ерлан Жүніс, ақын, поэзия, көңіл күй, өлең, махаббат. Дұрыс балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы лирикалық образ. Лирика көркем әдебиет жанрының бірі. Лириканың басты ерекшелігі адамның көңіл күйін, сезім дүниесін тікелей бейнелеп көрсетеді. Лирикалық шығармалар өлеңмен жазылады. Онда автордың немесе кейіпкердің дүниеге көзқарасы, оның сезімін, нақты ойын, көңіл күйін суреттеу, әсерлеп бейнелеу арқылы көрсетіледі. Лирика поэзияның негізгі 3 эпос, лирика, драма түрінің бірі. Көлемі жөнінен эпосқа қарағанда әлде қайда ықшам, қат-қабат оқиғалы сюжеті жоқ, одан гөрі отты сезім басымдау. Композициясы бас-аяғы жинақы бір алуан ойға құрылады. Лирика адамның көңіл күйін, қуаныш-реніш сезімін білдіретін поэзия. Лирика идеялық тақырыптық негізіне сай мазмұнына қарай 5 түрге бөлінеді. Табиғат лирикасы, махаббат лирикасы, философиялық лирика, саяси лирика және көңіл күй лирикасы. Лирикалық образ сыршыл өлең жырлардағы ақынның бейнесі, оның ішкі бітімі, ақынның мың ерім көңіл күйінен, нәзік сыры мен сылқым сезімінен өріліп жасалған өзгеше кейіпкер. Ой қозғау, елтаңба, әнұран, көк байрақ сөздерінен не ұқтыңдар? Иә балалар, әр мемлекеттің ұлттық рәміздері болады. Рәміздер сол елдің мемлекеттік белгісі. Тәуелсіз елдің нышандары осы рәміздер. Тәуелсіз ел дегенді қалай түсінесіңдер? Біздің еліміз тәуелсіздігін қашан алды? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да ақын Ерлан Жүністің менің атым тәуелсіздік өлеңімен байланысты. Ақын тәуелсіздікті жырға қалай қосыпты? Тыңдап көрейік. Менің атым тәуелсіздік. Алып қорғанның құлағанын көрдім. Небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім. Бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім. 6 жасымда соны ұқтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім. Ат төбелінде халықтың. Жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жаңа әнұран айтып оралған. Сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын. Сол ұл жайлы күннен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын. Онсыз да оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы
сөйлеген түнді ұқпасам да, аңыз ұнаған, жаралған күннен ол жайлы. Деген де шығар, бодандық жайлы білмесін. Сен түсін дәуір, сонау бір қанды жыл, кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте ұлына бірақ айтпапты кісен, құлдық пен түрме біргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол ездікті. Ұстатқан қалам, ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек. Ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем жонарқамменен, мың жылдар өткен ұлы елім. Ұлылық жайлы ойлайды басқа, жап-жас шақ. Ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім, 6 жасында ақырын көрген алыптың. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Балалар, өлең қалай әсер етті? Өлеңнен алған әсеріңді 2 сөйлеммен жаз. Бірінші тапсырма. Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңін түсініп оқимыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші. Ақынның бұл өлеңі лириканың қай түріне жатады? Екінші. Бұл өлеңнің идеясы неде? Үшінші. Не себепті ақын тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым деп өлеңді аяқтайды? Тамаша балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Ассоциация әдісі арқылы өлеңнен лирикалық кейіпкердің тәуелсіздік туралы ойын білдіретін сөздерді теріп жазыңыз. Дескриптор шығарманы түсініп оқиды, шығарманың идеясын, тақырыбын анықтайды. Шығарманың идеясы арқылы әлеуметтік қоғамдық мәселені түсіндіреді. Балалар, енді үйге тапсырма. Оқулықтағы 6-шы тапсырма 101-ші бет. Берілген үзіндідегі қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға және мұқият тыңдағандарыңызға көп рахмет.